32-ші қара сөз. Білім ғылым. Үйренбекке талап қылушыларға әуелі білмек керек. Талаптың өзінің біраз шарттары бар. Оларды білмек керек. Білмей іздегенмен табылмас. Әуелі білім ғылым табылса, мұндай іске жаратар едім деп, дүниенің бір қызықты нәрсесіне керек болар еді деп іздемекке керек. Оның үшін білім ғылымның өзіне ғана құмар, ынтық болып бір ғана білмектіктің өзін дәулет білсең және әр білмегендің білген уақытта көңілде бір рахат хузар хасил болады. Сол рахат білгеніңді берік ұстап, білмегеніңді тағы да сондай білсем екен деп үміттенген құмар махаббатта пайда болады. Сонда әрбір естігеніңді, көргеніңді көңілің жақсы ұғып, анық өз суретімен ішке жайғастырып алады. Егердің көңілің өзге нәрседе болса, білім ғылымды бірақ соған себеп қылмақ үшін үйренесің. Ондай білімге көңіліңнің мейірімі асырап алған шешеңнің мейірімі секілді болды. Адамның көңіл шын мейірленсе, білім ғылымның өзі де адамға мейірленіп тезірек қолға түседі. Шала мейір шала байқайды. Екінші, ғылымды үйренгенде ақиқат мақсатпен білмек үшін үйренбек керек. Бақасқа бола үйренбей, азырақ бақас көңіліңді пысықтандырмақ үшін залалда емес. Көбірек бақас адамды түземек түгіл бұзады. Оның себебі әрбір бақасшыл адам хақты шығармақ үшін ғана бақас қылмайды, жеңбек үшін бақас қылады. Ондай бақас хусетшілікті зорайтады, адамшылықты зорайтпайды, бәлкім азайтады. Және мақсатты ғылымдағы мақсат болмайды. Адам баласын шатастырып жалған сөзге жеңдірмекші болады. Мұндай қиял өзі де бұзықтарда болады. Жүз тура жолдағыларда шатастырушы кісі бір қисық жолдағы кісіні түзеткен кісіден садақа кетсін. Бақас өзі де ғылымның бір жолы, бірақ оған хирслану жарамайды. Егер хирсланса, өз сезімшіл, ғұрурлық, мақтаншақтық, хусетшілік бойын жеңсе, ондай адам бойына қорлық келтіретұғын, өтіріктен де, өсектен де, ұрсып төбелесуден де қашық болмайды. Үшінші, әрбір хақиқатқа тырысып, иштихатың көзің жетсе, соны тұт, өлсең айырылма. Егер де ондай білгендігінің өзіңді жеңе алмаса, кімге пұл болады? Өзің құрметтемеген нәрсеге бөтеннен қайтып құрмет күтесің. Төртінші, білім ғылымды көбейтуге екі қару бар адамның ішінде. Бірі мулахаза қылу, екіншісі берік мұхафаза қылу. Бұл екі қуатты зорайту жаһатында болу керек. Бұлар зораймай, ғылым зораймайды. Бесінші, осы сөздің 19 бабында жазылған ақыл кесілі деген 4 нәрсе бар. Содан қашық болу керек. Соның ішінде уайымсыз салғырттыққа деген бір нәрсе бар. Зинхар. Жаным, соған бек сақ бол. Әсіресе әуелі құданың, екінші халықтың, үшінші дәулеттің, төртінші ғибраттың, бесінші ақылдың, ардың, бәрінің дұшпаны. Ол бар жерде олар болмайды. Алтыншы, ғылымды ақылды сақтайтұғын мінездегі сауатты болады. Сол мінез бұзылмасын. Көрсе қызарлықпен, жеңілдікпен, я біреудің орынсыз сөзіне, я бір кез келген қызыққа шайқалып қала берсең, мінезден беріктігі бұзылады. Онан соң оқып үйреніп те пайда жоқ. Қоярға орны жоқ болған соң оларды қайда сақтайсың? Қылам дегенің қыларлық, тұрам дегенің тұрарлық. Мінезде азғырламайтын ақылды, арды сақтарлық беріктігі, қайраты бар болсын. Бұл берікті бір ақыл ар үшін болсын.